Егер әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз маған жаңа әсерлі хикаялар ұсынуға шабыт береді. Рахмет. Құрбымның тойына қонақ болып барғанмен, ертеңіне өзімнің басқа бір үйдің келіні болып ораламын деп. Үш ұйықтасам да түсіме кірмеген еді. Менің атым Баян. Бұл оқиға осыдан көп жыл бұрын. Мен небәрі 18 жаста болған кезімде болды. 1998 жыл. Мектепті бітіріп колледждің екінші курсында оқып жүрген студент едім. Арманым көп болатын. Сабағымды жақсы оқып, диплом алып, маман болып жұмысқа орналасам деп жоспарлайтынмын. Тұрмыс құру туралы мүлде ойламайтынмын. Бір күні ең жақын құрбымның үйленетіні белгілі болды. Ол менен бір жас үлкен еді. Ауылдың бәрі дайындалып, үлкен тойдың қамына кірісті. Құрбым өзі келіп: "Баян, сен міндетті түрде келесің. Сенсіз тойымның сәні болмайды", деп қолымды қысып тұрып өтінді. Әрине келістім. Ол кезде ауылдағы тойдың қызығы ерекше еді. Ән айтылып, домбыра тартылып, үлкендер ақ батасын беретін. Жастар таң атқанша көңіл көтерер еді. Той болатын күні әпкем екеуміз ертерек жолға шықтық. Жол бойы күліп ойнап, құрбымның жаңа өмірі туралы әңгімелестік. "Келесі той сенікі шығар", деп әпкем әзілдеді. "Қойшы, мен әлі оқимын, тұрмысқа шығатын ойым жоқ", деп күліп жауап бердім. Той өте керемет өтті. Құрбым ақ көйлекпен ерекше сұлу көрінді. Бәріміз билеп, ән айтып, суретке түсіп, таңға дейін көңіл көтердік. Ертесіне ауылдың жастары: "Бүгін көкке шығамыз, атпен серуендейміз, қымыз ішеміз, ойын ойнаймыз", деп шақырды. Біз де келістік. Жаздың жайма шуақ күні еді. Дала жап-жасыл. Самал жел бетке тиіп тұр. Жастар күліп ойнап, ән айтып, табиғат аясында уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. Кешкісін ауылға қайтуға жиналдық. Көлік жетпей жатқан соң бір жігіт: "Баян, сен біздің арбаға отыра сал, ауылға бірге барамыз", деді. Мен еш күмәнданған жоқпын. Өйткені бәрі бір ауылдың балалар сияқты көрінді. Оның үстіне тойдағы адамдардың көбін бұрыннан танымасам да жаман ойлаған жоқпын. Арба қозғалды. Басында бәрі қалт деді. Бірақ біраз жүргеннен кейін байқадым. Біз ауылға қарай емес, басқа бағытқа кетіп барамыз. "Аға, ауыл ана жақта емес пе?" деп сұрадым. Жігіт күлімсіреп: "Аздап шаруамыз бар, сосын барамыз", деді. Ішім біртүрлі қобалжи бастады. Тағы біраз жүрген соң көзіме үлкен қоралар, мал қамаған ферма көрінді. "Неге мұнда келдік?" дедім. Ешкім жауап бермеді. Арба тоқтай салысымен бірнеше әйел жүгіріп шықты. "Келін келді, келін келді", деп дауыстады олар. Мен ештеңе түсінбей қалдым. "Қандай келін? Кімнің келіні?" деп абдырап тұрмын. Бір кезде ақ жаулық пресқан апалар жан-жағымнан қоршап алды. "Қызым, түс, бақытты бол", деп қолымнан тарта бастады. "Жоқ, мен қателесіп келген шығармын, мен ешқайда түспеймін", дедім. Бірақ мені тыңдаған ешкім болмады. Басыма аппақ орамал жабылды. Үстімнен шашу шашылды. Бірі құшақтап, бірі бетінен сүйіп: "Құтты болсын, келініміз келді", деп мәз болып жүр. Ал мен болсам дәл ортасында қатып қалғандаймын. Бұл түс пе, өң бе, ажырата алмай тұрдым. Бір кезде ғана бәрін түсіндім. Мені алып қашқан екен. Жүрегім атша толап кетті. Көзімнен жас ыршып шықты. "Мені жіберіңіздер, мен тұрмысқа шықпаймын, үйіме қайтамын", деп жыладым. Бірақ үлкендер: "Қызым, сабыр, ашуың басылады, бәрі жақсы болады", деп жұбатудан танбады. Мен үшін ол сөздердің ешқайсының мәні жоқ еді. Мен үйімді, анамды, әпкемді ойлап еңіреп отырдым. Шамамен бір сағат өткенде сырттан айқай-шу естілді. "Қуғыншылар келді, үйдің іші абыр-сабыр болып кетті". Есіктің алдына бірнеше көлік тоқтады. Менің туыстарым келген екен. Алғаш болып әпкем кірді. Мені көрген сәтте "Баян", деп құшақтай алды. Мен де еңіреп қоя бердім. Бірақ үйдегі үлкендер сабырға шақырып, екі жақ сөйлесе бастады. Сол сәтте әпкемнің өңі бозарып кетті. Кенет ол теңселіп барып, жерге құлап түсті. "Су әкеліңдер, дәрігер шақырыңдар". Үй іші тағы да абыр-сабыр болды. Мен орнымнан атып тұрдым. "Әпке, әпке!" Бірақ мені қайта отырғызып қойды. Жүрегін қан жылап тұрды. Сол түні үлкендер ұзақ кеңесті. Бірі "Алып кетейік" деді, бірі "Елдің сөзі болады" деді. Мен үнсіз ғана отырдым. Өмірімнің тағдыры дәл сол түні шешіліп жатқан сездім. Таң ата бәрі маған қарады. "Қызым, соңғы сөзді өзің айт", деді ауылдың ақсақалы. Мен басымды төмен түсіріп ұзақ отырдым. Бір сәтте анамның жылаған жүзі көз алдыма келді. Екінші жағынан, осы үйдегі үлкендердің де маған жамандық ойлап отырмаған байқап қалдым. Не істерімді білмедім. Сол бір шешім
менің бүкіл өмірімді өзгертетін ол кезде қайдан білейін. Ал мен әлі күйеуімнің жүзінде дұрыстап көрмеген едім. Таң атып ауылға күн сәулесі төгіле бастағанда, менің өмірімде мүлде басқа арнаға бұрылып кеткен еді. Кеше ғана студент болып, қарбынның тойында күліп жүрген қыз, бүгін бөтен әулеттен табалдырығын аттаған келінге айналды. Түндегі үлкендердің әңгімесінен кейін мен ауылда қалдым. Іштей қанша қарсыласқым келгенмен, сол кездегі салт, үлкендердің сөзі, екі жақтың келісімі бәрін әсер етті. Жүрегімде қорқыныш та, өкпе де, белгісіздік те қатар тұрды. Таңертең бір апай бөлмеге кіріп, «Қызым, тұр, үлкендермен амандасасын» деді. Ақ орамалымды қайта түзеп, ұзын көйлегімді киіп сыртқа шықтым. Үйдің іші адамға лық толы екен. Бірі: «Келіннің түрі қандай сұлу екен?» Екіншісі: «Ұяң қызға ұқсайды». Үшіншісі: «Бақытты болсын» деп батасын жаудырып жатты. Ал мен ешкімнің жүзіне тіке қарай алмаймын. Бір кезде «Мынау сенің күйеуің» деген дауыс шықты. Басымды көтеріп қарасам, ұзын бойлы, қаратары, сабырлы жігіт тұр. Сол сәтте ғана оны анық көрдім. Ол да маған үнсіз қарап тұрды. Жымиып: «Қорықпа, ешкім сені ренжітпейді» деді жай ғана. Даусы сондай байсалды шықты. Бірақ мен жауап бере алмадым. Өйткені бұл адамның кім екенін, мінезі қандай екенін, не жақсы көретінін мүлде білмейтінмін. Тек бірнеше сағат бұрын ғана өміріме кіріп келген бөтен жан еді. Күндер өте бастады. Бір қызығы, мен бұл үйдің адамдарын мүлде ажырата алмайтынмын. Күйеуімнің әкесі мен енесі 8 бала тәрбиелеп өсіріпті. 6 ұл, 2 қыз. Үлкен әулет. Ұлдарының бойлары да шамалас. Шаш үлгілері де бірдей, киімдері де ұқсас. Тіпті күлгендері мен жүргендері де бір-бірінен аумайтын. Ал аттарының өзі тіпті шатастырады. Бірінің аты Бақыт болса, екіншісі Бақтияр. Бірі Самат болса, бірі Сағат. Алғашқы күндері кімнің кім екенін есте сақтай алмай әбден қиналдым. Бір күні ас бөлмеде шай құйып жүрмін. Енем: «Келін, күйеуіңе шайыңды бере қой» деді. Мен кесені алып, есік алдына тұрған жігітке апарып ұсындым. Ол аң-таң болып: «Маған ба?» деді. «Иә». Ол күліп жіберді. Сол кезде арт жағымнан тағы бір дауыс шықты. «Әй, Баян, мен мына жақтамын ғой». Қарасам, өз күйеуім басқа орында отыр екен. Ал мен шайды қайнағама ұстатып жіберіппін. Үйдегілердің бәрі ду күлді. Менің бетім ду етіп қызарып кетті. Жердің астына кіріп кетердей болдым. Сол күні кешке күйеуім күліп: «Ештеңе етпейді. Бізді өз анамыздың өзі кейде алыстан шатастырып жатады» деді. Сол сөзден кейін ғана сәл жеңілдеп қалдым. Бірақ қызық мұнымен бітпеді. Бір күні қора жақтан бір жігіт кіріп келді. Мен оны тағы күйеуім екен деп ойлап: «Тамақ дайын, қол жуып келіңіз» дедім. Ол: «Жарайды келін, айтамын» деп шығып кетті. Бірнеше минуттан кейін үйге 4 ағайынды қатар кіріп келді. Бәрі күліп тұр. Күйеуім: «Қайсымызды шақырғын?» деді. Мен не дерінді білмей қалдым. Содан кейін бәрі мәз болып: «Біздің келін әлі еш қайсымызды танымайды екен» деп ұзақ күлді. Сол күннен бастап қайындарым мені әдейі сынай бастады. Бірі сырт киімін күйеуіме ұқсатып киеді, бірі бас киімін ауыстырады, бірі үнсіз тұрады. «Қане келін, қайсысы күйеуің?» деп әзілдейді. Менің мазам қашатын. Бір күні тіпті өз күйеуімнің жанына емес, басқа қайнағанның жанына барып отырып қалыппын. Сол сәтте дастархан басында отырғандардың бәрі қарқылдап күліп жіберді. Мен ұялғанымнан орнымнан тұрып ас үйге қашып кеттім. Көзіме жас келіп қалды. Сәлден кейін күйеуім келді. «Ренжіп қалдың ба?» Мен үнсіз басымды изедім. «Олар сені мазақтап жатқан жоқ, әзілдеп жүр. Сен біздің үйге үйренсін» дейді. Бірақ мен өзімді өте ыңғайсыз сезінемін. Ол жымиып: «Уайымдама. Біраз уақыттан кейін бәрін ажыратып кетесің». Оның сабырлы мінезі маған біртіндеп күш бере бастады. Арада бір ай өтті. Мен үйдің тіршілігіне де үйрене бастадым. Таңғы 5-те тұрамын, самауырын қоямын, ман жабамын, сиыр сауамын, қораға шығамын. Енемнің қасынан қалмаймын. Қалада өскен мен үшін мұның бәрі оңай емес еді. Бірақ енем ешқашан ауыр сөз айтқан емес. «Қызым, білмесең үйретемін. Ең бастысы ниетің түзу болсын» дейтін. Сол сөздер жүрегіме жылы тиетін. Ал күйеуім күн сайын маған бұрынғыдан да бөтентен емес, жақын адамға айналып бара жатты. Ол көп сөйлемейтін, бірақ әр ісінен қамқорлығы байқалатын. Бір күні қолымда орақпен аздап кесіп алдым. Ешкім байқамаған кезде ол үнсіз ғана дәрі әкеліп: «Қолымды көрсетші» деді. Жарама дәрі жағып, ақырын таңып берді.
Сол сәтте ішімнен мүмкін тағдыр мені жаман адамға жолықтырмаған шығар деген ой алғаш рет өтті. Бірақ дән сол кезде мені алда бұдан да ауыр сынақ күтіп тұрғанын мүлде білмейтінмін. Бір күні ауылға алыстан бір әйел келді. Ол мені көрген бойда: «Сен Баянсың ба? Мен сенімен маңызды сөйлесуім керек», деді. Оның жүзіндегі алаңдаушылықты көргенде жүрегім бірден су ете қалды. Бейтаныс әйелдің сөзін естіген сәтте жүрегім тарсылдап қоя берді. Ол мені ауладағы адамдардан оңаша шақырып алды. «Баян, қорықпа, мен саған жамандық жасау үшін келген жоқпын», деді сабырмен. Мен үнсіз басымды изедім. «Бірақ айтарым бар, сен оны білуге тиіссің». Оның әр сөзі жанымды мазалай түсті. «Сені алып қашқан күні бұл ауылда бәрі бірдей қуана қойған жоқ. Кейбір адамдар қарсы болды». «Неге?» «Өйткені сенің күйеуің алғашында алып қашуға келіспеген». Мен аң-таң болып қалдым. «Қалай келіспеген?» «Ол қыздың өз келісімі болмаса үйленбеймін деген екен. Бірақ жігіттердің арасында сөз болып, үлкендер араласып, ақыр бәрі осылай аяқталған». Бұл сөздерді естігенде санамда мың түрлі ой пайда болды. Осы уақытқа дейін мен күйеуімді де бәріне кінәлап жүргенмін. Ал шын мәнінде жағдай басқаша болғаны ма? Сол күні кешке дейін мазам кетті. Кешкі ас үстінде күйеуім бұрынғыдай үнсіз отырды. Мен оған қайта-қайта қарап қоям. Ол байқап қалды. «Не болды? Сізден бір нәрсе сұрасам бола ма?» «Әрине. Мені алып қашуға өзіңіз келіскен бе едіңіз?» Ол кесесін жайлап үстелге қойды. Бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын ауыр күрсінді. «Жоқ, мен қатып қалдым. Бірақ кейін бәрі басқаша болып кетті». «Қалай?» «Сені көргенге дейін үйлену туралы ойланып жүргенмін. Үйдегілер жақсы қыз деп айтты. Бірақ мен сені ренжітіп алғым келмеді. Қашан сені жылап отырған күнді көргенде өзімді кінәлі сезіндім. Сол үшін саған ешқашан қатты сөйлемеуге уәде бердім». Мен үнсіз тыңдап отырдым. Ол алғаш рет ішіндегі сырын ашқан еді. «Егер сол кезде кетемін десең, ешкімге қарсы шықпай-ақ өзім апарып тастар едім». Осы сөз менің жүрегіме ерекше әсер етті. Себебі осы уақытқа дейін оның мен туралы не ойлағанын мүлде білмейтінмін. Уақыт өте берді. Мен де бұл үйдің қызы сияқты болып кеттім. Қайын ағаларым бұрынғыдай әзілдейді. Қайын сіңлілеріммен сырласып кеттім. Енем болса, «Келінімнің қолынан бәрі келеді екен» деп мақтап қоятын. Бір күні ауылда үлкен ас берілді. Үйге қонақ өте көп келді. Таңнан кешке дейін ас әзірлеп, шай құйып, дастархан жинап, аяқтан тік тұрдым. Кешке қарай шаршағанымнан әрең отырдым. Сол кезде енем: «Баян, бүгін өзіңді нағыз келін ретінде көрсеттің. Ризамын қызым», деді. Бұл сөзді естігенде көзіме еріксіз жас келді. Өйткені алғаш келген күнімде өзімді бөтен сезінген мені енді осы үйдің адамындай қабылдай бастаған еді. Бірақ қуанышпен бірге жаңа жауапкершілік те келе бастады. Үйленгеніңізге 1 жылға жуықтағанда ауыл адамдары «Жас келіннің сүйіншісі қашан екен?» деп сұрай бастады. Ондай сөздерден ұялатынмын. Кейде өзім де іштей ойланып қалатынмын. Қашан ана атанамын екен? Бір күні өзімді жайсыз сезіне бастадым. Тамақтың иісі жақпайды. Тез шаршаймын. Енем бірден байқап қалды. «Қызым, сенің аяғың ауыр емес пе?» Мен үндемедім. Бірақ бірнеше күннен кейін дәрігерге барып, қуанышта хабар естідік. Мен ана болатын едім. Бұл жаңалықты естігенде күйеуімнің жүзі алғаш рет ерекше нұрланып кеткенін көрдім. Үйге келе сала енесі мен атасына сүйінші сұрады. Үй іші қуанышқа бөленді. Ал енем маңдайымнан сүйіп: «Қарағым, аман есен босан. Біздің әулетке үлкен қуаныш алып келдің», деді. Сол түні мен ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Терезеден жұлдыздарға қарап жатып, бәлкім бұл тағдырдың маған дайындаған жолы шығар деп ойладым. Бірақ алғашқы жүктілігім дәл мен ойлағандай жеңіл өтпейтін еді. Жүктілігім белгілі болғаннан кейін бүкіл үйдің маған деген көзқарасы өзгерді. Енем бұрынғыдан да көп қамқорлық жасай бастады. «Келін, ауыр нәрсе көтерме, көп еңкейме, шашасаң демал». Дегенмен үлкен әулеттің тіршілігі тоқтамайды. Үйде мал бар, қонақ үзілмейді, күн сайын дастархан жайлады. Өзімді аяп отыра алмайтынмын. Бір күні таңнан бері тыным таппай жүрдім. Қораға кіріп шықтым, су тастым, ас әзірледім. Кешке қарай белімнің төменгі жағы сыздап, ішім тартып ауырды. Бастапқыда ешкімге айтпадым. Өтіп кетер деп ойладым.
Бірақ түнге қарай ауырсыну күшейе түсті. Мұны байқаған күйеуім: «Баян, өңің қашып кетіпті, не болды?» деп сұрады. «Ештеңе емес, аздап шаршадым». Ол сенбеді. «Жүр, ауруханаға барамыз». «Қазір түн болды ғой». «Түн болса да барамыз. Сен мен үшін де, құрсағындағы сәби үшін де қымбатсың». Оның бұл сөздері жүрегіме жылу сыйлады. Ауруханаға жеткенімізде дәрігер мені қарап шықты. «Қатты шаршағансыз. Қазірден бастап өзіңізді күтіңіз. Әйтпесе қауіп болуы мүмкін» деді. Сол сәтте жүрегім зу ете қалды. Балаға қауіп төніп тұр ма? Әзірге бәрі жақсы, бірақ демалу керек. Үйге қайтқан соң енем бәрін естіп: «Енді үйдің ауыр жұмысын жасамайсың, қалғанын өзіміз істейміз» деді. Мен: «Жоқ, мен отырмаймын». «Жоқ деген жоқ. Ең бастысы аман-есен немеремізді дүниеге әкел». Сол күннен кейін өзімді көбірек күте бастадым. Жүктілігім алға жылжыған сайын күйеуімнің де өзгергенін байқадым. Бұрын жұмыстан келіп үнсіз отыратын адам енді күнде: «Қалайсың? Бірдеңе жегің келе ме? Шаршаған жоқсың ба? Дәрігер не деді?» деп сұрап тұратын. Бір күні кешке сыртта жаңбыр жауып тұрды. Мен терезенің алдында отыр едім. Күйеуім қолына бір дорба ұстап кірді. «Мынау саған». Ашып қарасам, алма, жүзім, өрік. «Осыларды жегің келеді деп естідім», деді күлімсіреп. «Мен айтқан жоқпын ғой». «Енең айтты». Еріксіз күліп жібердім. Сол сәтте алғаш рет оның жанында өзімді еркін сезіндім. Айлар өте берді. Құрсағым үлкейіп, сәбиімнің қимылын анық сезіне бастадым. Әр тепкен сайын жүрегім елжірейтін. «Әкеңе ұқсайсың ба? Әлде маған ұқсайсың ба екен?» деп ішімдегі баламен сөйлесетінмін. Күйеуім де кейде алақанын ішіме қойып: «Балам, аман кел, біз сені күтіп жүрміз» дейтін. Мен үнсіз ғана көз жасымды сүртіп қоятынмын. Өйткені осыдан бір жыл бұрын мүлде танымайтын адам бүгінде ең жақын жанымның біріне айналып бара жатқан еді. Босануыма аз ғана уақыт қалған. Бір күні енем мені қасына шақырды. «Қызым, сен келген күні қорқып, жылап отырғаның әлі есімде. Сол кезде жүрегім ауырған. Бірақ уақыт бәрін орнына қояды екен. Сен бізге келін емес, қыз болып кеттің». Мен енемді құшақтап: «Сіз маған анандай болдыңыз» дедім. Екеуміздің де көзімізге Көп ұзамай толғауым басталды. Түн ортасы еді. Күйеуім абыржып: «Әке, машина дайындаңыз» деп жүгірді. Ауруханаға жеткенше қолынан бір сәтте жүгірген жоқ. «Бәрі жақсы болады, Баян. Сен мықтысың» деп қайта-қайта айтып отырды. Бірнеше сағаттан кейін нәрестенің шырылдаған дауысы естілді. «Құттықтаймыз. Ұл бала дүниеге келді». Дәрігердің осы сөзінен кейін көзінен жас парлап кетті. Күйеуімнің жүзіне қарасам, қуаныштан жүзі бал-бұл жанып тұр екен. Үйге сүйінші хабар жеткенде бүкіл әулет мәз болды. Енен: «Аллаға шүкір, тұңғыш немереміз» деп қуаныштан жылады. Сол күні мен жүрегімде бір ғана тілек тіледім: ұлым аман болсын, бақытты болсын. Бірақ арада бірнеше жыл өткен соң, дәл осы үйде мен күтпеген тағы бір үлкен қуаныш болады. Сол кезде мен күйеуіме күліп тұрып: «Мен саған үйленгенде айтқан едім ғой, шекесі торсытай 3 ұл туып берен» дейтін едім. Ал бұл сөзімнің расқа айналатынын ол кезде екеуміз де білмеген едік. Тұңғыш ұлым дүниеге келгеннен кейін үйіміздің берекесі бұрынғыдан да арта түсті. Атамыз немересін қолына алған сайын: «Міне, әулеттің тұңғыш немересі» деп маңдайынан сүйетін. Енем болса, бесігін өзі әзірлеп, әлде айтып тербететін. Ал күйеуім жұмыстан келе сала, ең алдымен баласын іздейтін болды. «Ұлым қайда? Ұйықтап жатыр ма?» Сол сәттерде мен оның қандай мейірімді әке екенін көрдім. Ұлым 40-нан шыққан соң, анам мен әкем қонаққа келді. Бұл олардың ұзақ уақыттан кейін біздің үйге алғаш келу еді. Анам есіктен кірген бойда мені құшақтап үнсіз жылады. «Қызым, амансың ба?» «Жақсымын, анашым». Әкем бұрынғыдай қатал көрінгенмен, немересін қолына алған кезде жүзі бірден жылып сала берді. «Мынау біздің жиеніміз бе?» Сол күні екі жақ ұзақ отырып әңгімелесті. Баяғы өкпе наздың көбі ұмытылған екен. Әкем қайтарда күйеуімнің қолын қысып: «Қызыңды жылатпағаның үшін рахмет балам» деді. Күйеуім үндемей басын изеді. Мен осы сөзді естігенде жүрегім босап, көзіме тағы да жас келді. Уақыт өте берді. Тұңғышымыз тәй-тәй басып, алғашқы сөздерін айта бастады. Үй іші баланың күлкісіне толды. Бір күні кешкі шай үстінде бәріміз бірге отырғанбыз. Қайнағаларының бірі әзілдеп: «Інім, бір ұлмен тоқтап қалмайсыңдар ғой» деді. Екіншісі: «Біздің әулетте ұл көп болу керек» деп күлді. Сол кезде мен де әзілдеп:
Мен сіздердің інілеріңізге үйренгенді айтқанмын. Шекесі торсықтай 3 ұл туып берем. Үйдің іші ду күлкіге толды. Күйеуім маған қарап күлімсіреп, онда сөзіңде тұр, деді. Мен де күліп, көресіздер әлі, дедім. Ол кезде бұл сөзді жай ғана әзіл ретінде айтқанмын. Арада 2 жыл өтті. Алла тағы бір перзент сыйлады. Тағы да ұл дүниеге келді. Үйдегі қуаныштың шегі болмады. Енем, Аллаға шүкір, немерелерін көбейіп келеді, деп шүкіршілігін айтып жүрді. 2 баламен өмір оңай болған жоқ. Бірі жылайды, бірі ойнайды. Бірінің артынан бірі жүгіріп жүретінмін. Кейде кешке дейін отырып шай ішуге де уақыт таппай қалатынмын. Сондай күндердің бірінде күйеуім жұмыстан келіп, Бүгін балаларды мен қараймын, сен демал, деді. Ол 2 ұлын алдына отырғызып, сыртқа алып шықты. Мен алғаш рет бірнеше сағат тынығып алдым. Сол кезде оның маған деген жанашырлығын тағы бір сезіндім. Жылдар зымырап өте берді. Біздің отбасымыз бір-біріне бұрынғыдан да жақындай түсті. Мен енді күйеуімді ғана емес, бүкіл әулетті туғандарындай жақсы көретін болдым. Ал баяғыда шатастырып жүретін қайын-ағаларымды қазір көзін жұмулы тұрсам да даусынан танитынмын. Кейде олар: "Келін, енді бізді шатастырмайсың ба?" деп әзілдейді. Мен күліп: "Қазір сендердің аяқ дыбыстарынан ақ қайсың екенін білем" деймін. Бәріміз күліп қаламыз. Бір күні кешке үлкен ұлым: "Анашым, менің інім тағы бола ма?" деп сұрады. Мен күліп: "Оны бір Алла білет, балам" дедім. Бірақ арада көп уақыт өтпей-ақ 3-ші рет аяғым ауыр екенін білдім. Бұл хабарды естігенде күйеуім үндемей маған қарап тұрды. "Не болды? Қуанбай тұрсыз ба?" деп сұрадым. Ол жымиып: "Қуанып тұрмын. Тек Алла аман-есен дүниеге әкелсін деп тілеп тұрмын. Ол болсын, қыз болсын, ең бастысы дені сау болсын." Мен де дәл солай тіледім. Бірақ тағдыр бізге тағы бір тосын сый дайындап қойған еді. Босанатын күнім келгенде дәрігер қолында қағазға қарап жымиып: "Әке, сіздің уәдеңіз орындалайын" деп тұр. Күйеуім таңырқап: "Қандай уәде?" Мен күліп: "Есімізде ме? Шекесі торсықтай 3 ұл туып берен" дегенім. Дәрігер есіктен шығып келе жатып: "Құттықтаймын, тағы да ұл бала дүниеге келді." Сол сәтте күйеуімнің көзінен қуаныштың жасын алғаш рет көрдім. Ал мен ішімден: құрбымның тойына қонақ болып барған сол бір күн тағдырынды осылай өзгертеді деп кім ойлаған деп шүкіршілік еттім. 3-ші ұлымыз дүниеге келген күн біздің шаңырағымыз үшін ең бақытты күндердің бірі болды. Үйдің іші қуанышқа толып, ағайын туыс құттықтап келіп жатты. Енем болса 3 немересінің құшағына кезек-кезек алып, Аллаға сансыз шүкір, үйіміздің іші баланың күлкісіне толды деп көзіне жас алатын. Мен де сол күндері өткен өмірімді жиі есіме алатынмын. 18 жасында тағдырыма ренжіген кездерім есіме түсетін. Неге дәл мен деп жылаған түндерім де болды. Ал енді сол күндерге қайта оралсам, бәрібір осы 3 ұлым үшін осы өмірді таңдар ма едім? Иә, өйткені осы балалар менің өмірімнің мәніне айналған еді. Бірақ өмір тек қуаныштан тұрмайды екен. 3-ші ұлым 1 жасқа толмай жатып, күйеуім жұмыс істейтін мекемеде қысқарту басталды. Бір күні кешке үйге әдеттегіден ерте келді. Жүзі сұп-сұр, үнсіз. Мен бірден бір жағдайдың болғанын сездім. Не болды? Ол біраз үнсіз отырып, "Жұмыстан қысқартты" деді. Бұл сөзді естігенде жүрегім шым ете қалды. 3 бала, үлкен әулет, күнделікті шығын, ал енді тұрақты табыс жоқ. Сол түні екеуміз ұзақ сөйлестік. "Уайындама" дедім мен. "Қалай уайындамаймын? Балалардың несібесін ойлаймын. Біз осы уақытқа дейін де бірге бәрін жеңдік қой. Мұны да еңсереміз." Ол үндемей маған қарап қалды. "Сен ешқашан шағымданбайсың, Баян. Өйткені біз бір отбасымыз." Келесі күннен бастап күйеуім жұмыс іздеуге кірісті. Таңертең ерте кетеді. Кешке шаршап келеді. Бірақ ешқашан үмітін үзген жоқ. Мен де қарап отырмадым. Үйде бос отырған жоқпын. Қолынан келгенше тігін тігіп, құрт май жасап, ауыл адамдарына сатып, отбасы бюджетіне аз да болса үлес қоса бастадым. Енем бір күні маған қарап: "Қызым, сен біздің шаңырақтың нағыз берекесі болдың" деді. Бұл сөз маған үлкен күш берді. Арада 2 ай өткенде күйеуім жаңа жұмыс тапты. Жалақысы бұрынғысынан аздау болса да, ең бастысы адал еңбек еді. Сол күні кешке дастархан басында бәріміз шүкіршілік айтып отырдық. Күйеуім маған қарап: "Сенің қолдауың болмаса, бәлкім мен мұндай қиындықтан шыға алмас едім" деді. Мен күліп: "Ал мен сенің сабырың болмаса, осы үйге үйрене алмас едім." Екеуміз үнсіз бір-бірімізге қарап күліп алдық. Кейде кешкісін балалар ұйықтап қалған соң, екеуміз аулада отырып әңгімелесетінбіз. Сол күндердің бірінде мен одан: "Саған бір сұрақ қойсам бола ма?" "Қой."
Егер уақытты кері қайтаратын мүмкіндік болса, мені тағы да таңдар ма едің? Ол көп ойланбастан: иә, бірақ бұл жолы алып қашпас едім. Әкеңнің үйіне барып, ақ батасын алып, ақ көйлекпен ұзатар едім, деді. Осы сөзді естігенде көзіме жас келді. Мен оның қолынан ұстап, мен де дәл солай болғанын қалар едім. Ол басын изеді. Жастықпен кеткен қателік болды, бірақ бір нәрсеге ешқашан өкінбеймін. Ол сені кездестіргенім. Мен үнсіз ғана жымиып қойдым. Бүгінде сол оқиғаға қаншама жыл өтті. 3 ұлымыз ер жетіп келеді. Баяғыда шатастырып жүретін күйеуімді енді 1000 адамның арасынан бірден танимын. Кейде балаларымыз: анашым, сіздер қалай таныстыңыздар, деп сұрайды. Біз бір-бірімізге қарап күліп аламыз. Бұл ұзақ әңгіме. Мен олардың маңдайынан сипап отырып, іштей бір ғана нәрсені тілеймін. Балаларым, сендердің тағдырларың біздікіндей емес. Өз таңдауларыңмен, өз махаббаттарыңмен басталсын. Ең бастысы, бір-бірлеріңді құрметтеп, бақытты болыңдар. Өйткені мен бір нәрсені анық түсіндім. Отбасының беріктігі танысқан күннің қалай басталғанында емес. Ол кейінгі сыйластықта, сенімде және күн сайын бір-біріңді таңдауда. Ал менің өмірімнің ең үлкен бақыты Алланың маған 3 шекесі торсықтай ұл мен сабырлы жар сыйлағаны. Жылдар зулап өте шықты. Кеше ғана бесікте жатқан 3 ұлым бүгінде бойлары әкесінен аумайтын азамат болып өсіп келеді. Үлкені мектепті үздік бітіріп, жоғары оқу орнына түсті. Ортаншымыз спортқа әуес болып, аудандық жарыстардан жүлде алып жүр. Кішісі үйдің еркесі болса да, ағаларына ұқсап еңбекқор болып өсті. Кейде үшеуі қатар жүріп келгенде еріксіз күліп жіберемін. Өйткені дәл баяғыдай бір-біріне қатты ұқсайды. Бір-біріне үлкен ұлым: анашым, күнді күтіп тұрсыз, деді. Әкелерінде: әне келе жатыр ғой. Қарасам, көшенің басынан 3 ағайынды қатар келе жатыр екен. Күйеуім мен қайнағаларым. Бір сәтке тағы да шатасып қалдым. Балаларым күліп жіберді. Анашым, сонда әлі күнге дейін шатастырасыз ба? Иә, кейде көзім алдайды. Сол кезде күйеуім: көрдіңдер ме? Аналарым мені жас кезімнен бері әлі шатастырып келеді, деп әзілдеді. Бәріміз күліп алдық. Кейде кешке шай үстінде өткен өмірімізді еске аламыз. Үлкен ұлым: әке, сіз анамды шынымен алып қаштыңыз ба? Үй іші тып-тыныш болып қалды. Күйеуім бір сәт үнсіз отырып: иә, бірақ қазір сол сынды ешкімге үлгетпеймін. Әр қыз өз қалауымен, өз келісіммен тұрмысқа шығу керек. Балаларымыз үнсіз тыңдап отырды. Мен де сөзге араластым. Біздің тағдырымыз жақсы аяқталды. Бірақ барлық адамның тағдыры бұлай бола бермейді. Сондықтан сендер әрқашан қыз баланы құрметтеңдер. Оның пікірін тыңдандар. 3 ұлын бірдей бас изеді. Сол сәтте жүрегім тынышталып қалды. Кейде жалғыз қалғанда өткен өмірімді көз алдыма елестетемін. Егер сол күні құрбымның тойына бармасам, егер жастармен бірге көкке шықпасам, егер сол арбаға отырмасам, бәлкім бүгінгі өмірім мүлде басқа болар ма еді? Бұл сұрақтың жауабын ешкім білмейді. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Алла маған 3 ұлдың анасы болуды, үлкен әулеттің келіні болуды, өмірдің ащысы мен тұщысын бірге көретін жарды нәсіп етті. Мен соған шүкіршілік етемін. Ал ең қызығы, қазір үйге келген қонақтар кейде күйеуімді қайнағаларынан ажырата алмай қалады. Сонда мен күліп: еш уайымдамаңыздар, мен де кезінде дәл солай жүргенмін деймін. Бәрі күліп кетеді. Өмірдің ең ауыр естеліктерінің өзі уақыт өте келе жылы естелікке айналатынын сонда түсінесің. Сіз бұл оқиға туралы не ойлайсыз? Өз пікіріңізді міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Әңгіме ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.